Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шаймен керемет үйлесетін песочный печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалатын печеньені үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің сіздерден өтінішім, алға қойған мақсатым 1000 подписчиктен 10 000 подписчикке жету. Сондықтан да менің каналымды жай ғана көріп кетпей, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Күн сайын арнамда жаңа рецепттер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығады, шаймен керемет үйлеседі. Енді печеньеміздің жасалу жолына көшейік. Бізге ең алдымен 180 грамм бөлме температурасындағы сары май және 2 жұмыртқа керек. Және де 160 грамм құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. «350 грамм ұн керек, ұнның барлығын бірден салмаймыз. Дәл осы сәтте шымшым тұзымызбен 1 шай қасықтың 1/3 бөлігінде радрихитель саламыз. 1 шай қасықтың 1/3 бөлігі жеткілікті. Артық радрихитель салмаймыз. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Ұнымыздың екінші бөлігін толықтай салып, тағы да араластырамыз. Дайын болған жұмсақ тестамызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Тестамыздың бір бөлігін таза ыдысқа салып, 1 ас қасық какаомызды салып, жақсылап какао тестаға толық енгенше араластырамыз. Осылайша дайын болған тестамызды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағат холодильникте тұрған тестамыз қолға жабыспайды. Осылайша печеньенің түрлі жасалу жолын видеода толық көрсеттім. Дәл осылай жасаңыздар. Немесе өз қалауларыңызша түрлі формада жасай берсеңіздер болады.
Дайын болған печеньелерімізді алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен Тоғжанның асханасы.